Ертеде бір кедей балықшы өмір сүріпті. Теңізге күнде барып ау салады екен. Бірде балық түсіп, бірде бос келеді екен. Сөйтіп жүргенде бір күні ауына аузы темір қақпақпен бекітілген көне қыш құмыра түседі. Бақ деген осы болар, бақ деген осы болар. Мүмкін мұның іші алтын теңгеге толып тұрған шығар. Бақ деген осы. О, сорлы, ажал күніңде жетті. Астағфиралла, менің не жазығым бар? Менің не жазығым бар? Осыдан 1000 жыл бұрын сұм арбаушы мені осы құмыраның ішіне қамап қойған еді. 100 жыл өткенде өзіме мені босатқан адамды бақытқа кенелтем деп уәде берген едім. Бірақ мені ешкім босатқан жоқ. Содан тағы да 500 жыл өткенде өзіме мені босатқан адам байлыққа батар деп жаңадан уәде бердім. Бірақ онда да ешкім мені босатпады. Ал бүгін ғана өзіме мені босатқан адамды азаптап өлтіремін деп едім. Мені құмырадан сен босатып алдың. Әділет қайда? Жақсылықты зұлымдықпен төлегеніңді әділет қайда? Бұл өмірде әділет бар деп саған кім айтты? Неге жоқ? Бар, әрине бар. Ал жарайды, онда тексеріп көрейік. Мен асығыс емеспін, ал сен тіпті әне ағаш тұр, содан сұрайық. Ей, ағаш, айш, бұл өмірде әділет бар ма? Адамдарға жемісімді берем, ыстықта көлеңкемді саямды тосамын. Ал мен құрғап қартайған кезімде аямай отынға жанқалап, пешке жағып жібереді. Осыны әділеттілік дейсің бе? Жоқ, бұл өмірде әділет жоқ. Міне, айтып ем ғой. Ал өлдім дей бер. Тоқтай тұр. Асықпаймын демедің ғой. Тағы біреуден сұрайықшы. Ей, сиыр, айтшы, бұл өмірде әділет бар ма? Адамдар сүтімді ішіп, одан ірімшік, қаймақ, май жасай, қарны ашса ойланбай қойып тастайды. Бұл қалай әділетке ұқсайды ма? Жоқ, бұл өмірде әділет жоқ. Көрдің бе, бәрі әділет жоқ деп жатыр. Демек, менікі дұрыс. Онда сені несіне аяйымын? Тоқтай тұр. Тым құрыса бір адамнан сұрайықшы. Ал жарайды, бірақ бұл соңғы рет болады. Міне, оңтайлы адам, содан сұрайық. Мен алдармын, сақалымда талдармын, сақал түгіл мұртта жоқ, шайтанды да алдадым.
Ey адам, шыныңды айтшы, бұл өмірде әділет бар ма? Мынауың өте күрделі мәселе. Алдымен ол мәселе қайдан, қалай шыққаны жақсылап зерттеу керек. Содан кейін ғана қорытынды жасауға болады. Мен бұған азаттық әперсем, ол дегенің мені өлтірмек. Мен құмыраның ішінде 1000 жыл отырғанымда мені ешкім есіне де алған жоқ. Содан мені босатқан адамды өлтірем деп отырғанда мына есуас қақпақты ашып қалды. Тоқта, не қылған құмыра? Ол қайда? Ана теңіздің жағасында қалып қойды. Барып қарау керек. Міне, дәл сол құмыра ма? Иә, тура сол құмыра. Ішінде 1000 жыл отырдым ғой. Ой, неменеге күліп тұрсың? Мені өлтіргелі тұр ғой сен. Қарқылдап күлесің. Жоқ, қазір екеуіңді де өлтіретін сияқтымын. Ай, жарайсыңдар. Сендер мені мазақ қылып тұрсыңдар ма? Мына жардай алпамса, көп кішкентай ыдыстың ішіне қалай сыйған? Ей, оп-оңай, сенбесең өзің қара. Көрдің бе? Иә. Ей, не істеп тастадың? Қане, босат мені. Ай, тағы 1000 жыл отыратын болдым ба? Ал бауырым, келесі жолы жынды босатып жатқанда оны қайта кіргізіп, қамауға күшің жете ме? Соны ойла. Мен алдармын, сақалымда талдармын, сақал түгіл мұртта жоқ шайтанды да алдадым. Вытащил рыбак из моря старый кувшин. Балықшы теңізден ескі құмыра шығарып алыпты. Балықшы теңізден ескі құмыра шығарып алыпты. Теперь ты должен умереть. Енді сен өлуге тиіссің. Енді сен өлуге тиіссің. Несправедливо платить злом за добро. Жақсылықты зұлымдықпен төлеген әділетсіз ғой. Жақсылықты зұлымдықпен төлеген әділетсіз ғой. Есть ли в этом мире справедливость? Бұл дүниеде әділет бар ма? Бұл дүниеде әділет бар ма? В этот кувшин влезть невозможно. Мына құмыраға сыю мүмкін емес. Мына құмыраға сыю мүмкін емес. Будь осторожен, выпуская джина. Жынды босатарда сақ бол. Жынды босатарда сақ бол.